Қайырлы күн, құрметті әріптестер мен тыңдаушылар. Бүгін мен сіздерге оқушылардың сөздік қорын дамытуға бағытталған шеберхана тақырыбындағы жұмысымды таныстырамын. Бұл шеберхана тіл мен тәрбие бірлігін басты назарға алған, оқушының тұлғалық дамуына ықпал ететін кешенді жұмыс. Бірінші кезекте тіл адамның ішкі жан дүниесінің айнасы екенін ескерсек, сөз ұрпақтар арасындағы алтын көпір. Сондықтан оқушылардың сөздік қорын дамыту, олардың ойлау жүйесін қалыптастырудың, қарым-қатынас жасау қабілетін жетілдірудің негізгі жолы. Шеберхананың басты мақсаты тілдік құралдарды өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдануға үйрету, сондай-ақ коммуникативтік біліктілікті арттыру. Осы бағытта біз бірнеше міндеттерді негізге аламыз. Оқушылардың тілге деген қызығушылығын ояту, сөз байлығын арттыру, еркін сөйлеу дағдыларын дамыту. Шеберхананың жаңашылдығы интерактивті әдістермен әртүрлі мәтіндермен жұмыс жасау. Сонымен қатар оқушылардың деңгейіне сай дифференциацияланған тапсырмаларды қолдану. Бұл әдістер оқушылардың белсенділігін арттырып, өз ойын еркін жеткізуге мүмкіндік береді. Негізгі мазмұнға келсек, ол фонетика, лексика, морфология және синтаксис салаларын қамтиды. Жылдық оқу жоспарына сай жаттығулар мен шығармашылық жұмыстар жүйелі түрде жүргізіледі. Күтілетін нәтиже еркін сөйлейтін, ойы жүйелі, сыни тұрғыда ойлайтын, пікірін нақты білдіре алатын, командамен жұмыс істеуге бейім оқушыны қалыптастыру. Қорытындылай келе, бұл шеберхана білім мен тәрбиені тоғыстыратын тиімді платформа. Тіл болашаққа бастар жол десек, біз осы жолда оқушылардың танымдық қабілетін дамытып, жарқын болашаққа бағыттаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.